Ертеде бірінен бірі алмайтын үш торай өмір сүріпті. Олардың түрі ұқсас болғанымен, мінездері әр түрлі екен. Күндердің күнінде аналары оларды үлкен өмірге шығарып салып, балаларын өз беттерінше үй салып, еңбек етіңдер деп батасын береді. Торайлар жолға шығады. Бірақ көп ұзамай, әрқайсысы өз қалауымен бөлек-бөлек бағытқа кетеді. Ең жалқау торай ұзақ ойланбастан, тезірек ойнау үшін сабаннан үй сала салады. Міне, үйім дайын, деп мақтанады ол. Екінші торай ағаштан үй тұрғызады. Бұл сабан үйге қарағанда мықтырақ көрінгенімен, әлі де осал еді. Ал үшінші, еңбекқор торай асықпады. Ол тер төгіп, ауыр кірпіштерден зәулім әрі берік үй тұрғызады. Оның үйі нағыз қамал сияқты болды. Үш торай өз үйлеріне қарап мәз-мейрам болып жүреді. Кенет орманнан аш қасқыр шыға келді. Ол алдымен сабан үйге келіп, "Қазір өрлеймін де, үйімді ұшырып жіберемін", дейді. Бір өрлегенде сабан үйден түк қалмайды. Бірінші торай зәресі ұшып ағаш үйге қарай қашады. Бірақ аш қасқыр оңай берілмеді. Ол қаттырақ өрлегенде ағаш үйде быт-шыт болып құлайды. Екі торай жандарын шүберекке түйіп кірпіш үйге қарай тұра жүгіреді. Қасқыр кірпіш үйді де ұшырмақ болып, өкпесі өшкенше үрлейді, бірақ мықты үй орнынан тапжылмайды. Ызаланған қасқыр үйге шатыр арқылы кірмек болады. Бірақ ақылды торайлар мұржадан түтін шығарып, отты жағып қойған еді. Мұржадан құлаған қасқырдың құйрығы күйіп, зәресі ұшқан күйі орманға қарай безіп кетеді. Содан кейін ол бұл маңға жоламайтын болыпты. Үш торай қауіпсіз әрі жылы кірпіш үйде бірге тұра бастайды. Олар еңбектің нағыз жемісін көрді. Содан бері ауылда тыныштық орнапты. Өйткені бәрі біледі, еңбек пен бірлік береке.